Ал оқушылар, мына алдыңызда үлкен мереке. Бүгін 6 мамыр екен, білесіздер ғой, бүгін 6 мамыр, ертең 7 мамыр, ары күні 8 мамыр, 9 мамыр, 3 күн бойына демаламыз, солай ма? Соның есесіне біздер не үшін демаламыз? Білесіңдер ма? 7 мамыр қандай күн дейді? Отан қорғаушылар күні. Яғни әкелеріміздің, ер азаматтарымыздың, ағайларымыздың күні екен, солай ма? Сондықтан да бүгін отан қорғаушылар күніне, 9 мамыр жеңіс күніне арнап ұйымдастырылған ашық тәрбие сағатымызды ашық деп жариялаймын. Енді мына көріп отырсыңдар, мына жерде 7-9 мамыр деп яғни жазып қойғанбыз. 7 мамыр жаңа айтқан қандай күн? Отан қорғаушылар күні. 9 мамыр жеңіс күні. Отан қорғаушылар күнінде міне қараңыздар. Біздің әскери күшіміз, әскери күштері. Бізде ұландар бар, солай ма? Ұландар бар, міне әскери күштер. Міне жер құрлықтағы әскери күштер, әуедегі әскери күштер. Мынау міне ұлан әскери күштері. Мынау міне әртүрлі әскерлердің, яғни несі формасы, солай ма? Енді осы жеңіс күніне байланысты бізді тәрбие сағатымызда ашық деп жариялаймыз. Бірінші оқушы келе ғой. Айтамын. Жеңіс күні адамдар аңсап күткен. Бұл күнді аңсап күткен ер азаматтардың жеңіс күні, солай ма? Отыра ғой, жақсы. Келесі күн, келесі айтамын. Отан бізді сүйген, соғыс, отан бізді мақтанамыз, керемет. Келесі отыра ғой. Тағы айтады. Кім? Келе ғой. Әлия бұл күнде барлық бала біледі. Әлия аты көңілді. Яғни, ортамызда жүреді, солай ма? Яғни, бұл күнде бұл кісі арамызда жоқ. Яғни, біз үшін жаны қиған біздің апамыз екен, солай ма? Міне, оқушылар, мынау Серікқасы Бекбосынов деген. Міне, біздердің кіміміз? Ағаларымыз, батыр ағаларымыз. Міне, Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа туып келді. Рейхстаг деген зат Берлинді алған кезде мына немістердің әскери күшінің отырған үйіне барып туып келген кісі екен. Ал мынау өздерін көрген ағалары. Міне осы ағаларының бәрі не істеген? Талғат Бегендинов ұшқыш екен. Мынау Қиуаз кім? Досаранова деген. Өтті қоя, мынау кім? Бауыржан Момышұлы. Өтті қоя, әдебиетте жақсы. Келе қойыңдар. Әуелі қыз балдар билеріңізді билеп беріп қойыңдар, ер балдарға арнап келе қойыңдар. Енді біздің жігіттеріміздің орындауында алға жігіттер. Келе қойыңдар. Жаңағы төртеуінің тұра қойыңдар. Алға жігіттер.
Жүректің қағып, жетіңдер жеңіске, шаншып көкті жағып. Алға, алға, алға аса жүректері, Сенің артқан, шансың қалып үміттері. Қазақстанда жүресің көп пайдалы, жасаң мәңгі, қазағымның жігіттері. Жас отыра қойды. Енді осы біздің сынып қонағы Самат ағайға сөз береміз. Самат ағай бұрын яғни жауынгерлік елін қорғаған азамат жігіттердің бірі. Солай ма? Келіп айта қойыңыздар. Кімді шақырамыз? Ахметті. Ал, құрметті оқушылар, сыйлап шақырасыздар ғой енді. Бүгін қандай күн білесіңдер ғой? 7 мамыр Отан қорғаушылар күні. Ерте өскенде бәріміз де істейміз, әскерге барамыз. Әскерге барып, шынығасыздар, жаттығасыздар. Мен осыласы сендерге дене тәрбиесіне созаттар жайлап үйретіп отырмын, білесіңдер ғой? Жұмайда бастағансыңдар ғой. 20 рет жасап, ертең сол сендерге армияда деген сендерге көмек болады сол. Сол үшін осыластан тәртіпті болу керек. Естідік қой? Тәртіпті болсаңдар бәрі жатты жеңесіңдер. Ал мына алдымда одан кейін 9 май бар. 9 май деген аталарының аталары сендердің. Солар соғысқа барып, Германия деген немістер жеңген, жаңағы Рейхстагқа ту тіккен жаңағы Қошқарбай, Рахымжан Қошқарбай деген аталары. Ол Рейхстаг деген Германия қақ ортасында биік нарын үстіне барып тіккен сол. Солардың тарихын біліп жүрің, жақсы ма? Ал сендерге оқуларына сәттілік тілеймін, ал баршаңызға мерекелер құтты болсын. Ал енді мынау Самат ағай, мынау дейтін, яғни орамал тобылдыр, мынау балдардың жинаған сіздерге сыйлығы, яғни мынау 9 жігітіміз болса, мынау 10 жігіт қылып сізге, мынау яғни ақшаңыз көп болсын, отан қорғаушыларына деп сіздерге арнап беріп жатқан. Ал сыйлығы. Қыздар ұсына қойыңдар, ер балдарға ұсына қойыңдар. Сосын сөз берсін сосын. Рахмет.